Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған биткоиннің тиындарын тегін жинауға болатын новый сайт көрсеткім келіп отыр. Бұл сайт арқылы биткоиннің тиындарын телефонмен де, компьютермен де жинай беруіңе болады. Егер де саған интернет арқылы ақша табу, криптовалюта деген тақырыптағы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлде болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен биткоиннің тиындарын тегін жинауға болатын сайтымыз мынандай сайт. Бұл сайттың аты CryptoOin деп аталады. Бұл сайттың ссылкасын мен Telegram каналыма пост қылып шығаратын болам, сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де мына сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Енді бұл сайт арқылы биткоиннің тиындарын тегін жинап бастау үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Тіркелу үшін мына жерде регистр деген кнопканың үстінен басасың. Username деген жерге логин ойлап табасың. Логиніңді міндетті түрде ағылшын әріптерімен жазасың, немесе өзіңнің атыңда ағылшын әріптерімен жазуыңа болады. Егер де логин ойлап тапқың келмесе. Email деген жерге өзіңнің қолдан жүрген электронды почтаң жазасың. Password деген жерге пароль ойлап табасың. Repeat password деген жерге мына жерге жазған пароліңді екінші рет қайталап жазасың. Я человек деген сөздің қасына галочка қоясың, капча шықса капчаны орындайсың. Содан кейін мына жерде create аккаунт деген кнопканың үстінен басасың, сол кезде мына сайтқа тіркелесің. Мына сайтқа тіркеліп болғаннан кейін, мына сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа SMS келеді. SMS-тің ішінде ссылка болады, сол ссылка арқылы өтіп, мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың. Содан кейін ғана бұл сайттағы аккаунтыңа кіруіңе болады. Бұл сайттағы аккаунтыңа кіру үшін мына жерде мына кнопканың үстінен басасың. Мына жерде логин дегеннің үстінен басасың. Енді мына жерге логиніңді жазасың, немесе электронды почтаң жазасың. Мына жерге пароліңді жазасың, сегіні ин деген кнопканың үстінен басасың, сол кезде мына сайттағы аккаунтыңа кіресің. Бұл сайтқа тіркелу жағы, бұл сайттағы аккаунтыңа кіру жағы түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мына сайттағы аккаунтыңа кіргеннен кейін, енді бұл сайт арқылы биткоиннің тиындарын жинау үшін мына жерде мына кнопканың үстінен басамыз. Мына жерде reward дегеннің үстінен басамыз. Бұл сайт арқылы 15 минут сайын 1 сатоши мен 4 сатоши аралығында биткоиннің тиындарын жинап отыруыңа болады. Сатоши дегеніміз биткоиннің тиындары. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді сатошиларды жинау үшін төмен қарай түсеміз. Мына жерде get reward деген кнопканың үстінен басамыз. Сосын кейбір кездерде реклама ашылып кетуі мүмкін. Ол рекламаны жауып тастап, қайтадан келесің. Жаңағы get reward деген кнопканы басу үшін. Енді мына жерде я человек деген сөздің қасына галочка қоямыз. Капча шығуы мүмкін. Капча шықты. Енді мына жерде claim now деген кнопканың үстінен басамыз. Көріп отырғаныңдай маған 1 сатоши берді. Түсінгеніңдей бұл сайт арқылы 15 минут сайын биткоиннің тиындарын тегін жинап отыруыңа болады. Жаңағы көрсеткенімде. Енді бұл сайт арқылы тағы да биткоиннің тиындарын көбірек жинағың келетін болса, реклама қарау арқылы жинауыңа болады. Ол үшін тағы да мына кнопканың үстінен басасың. Мына жерде View Ads деген сөздің үстінен басасың. Кішкене күте тұрамыз. Төмен қарай түсеміз. Көріп отырғандай мынандай нәрселер ашылды.
мыналардың барлығы қарауға болатын сайттар, яғни рекламалар. Мысал үшін, мына тұрған сайтты қарайтын болсақ 15 секунд, біздерге 2 сатошы береді. Мына сайтты қарайтын болсақ 15 секунд, 2 сатошы береді. Енді бұл жердегі сайттарды қарау үшін, мына жерде Open Ads деген кнопканың үстінен басамыз. Кішкене күте тұрамыз. Енді мына сайтты қарау үшін, 2 сатошы жинау үшін, мына жерде мынандай кнопканың үстінен басамыз. Start деген. Сайт ашылады, таймері болмайды ашылған сайтта. Сондықтан да сайтты неше секунд қарау керек екенін жаттап аламыз. Содан кейін санаймыз. Мысал үшін жаңағы сайтты 15 секунд қарағанымыз үшін біздерге 2 сатошы төлейді. Мына жерде көріп отырғанда ешқандай да таймер жоқ. Сондықтан да 15-ке дейін санаймыз. Кішкене күте тұрам мен. Менің ойымша уже 15 секунд болған шығар деп ойлаймын. Бұл сайтты жауып тастай беруімізге болады. Бұл жерде реклама қарау арқылы сатошиларды қалай жинайтыныңды түсіндің деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы сәлде болса биткойнның тиындарын көбірек жинағың келетін болса, бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады, яғни рефералдар шақыруыңа болады. Егер де бұл сайтқа рефералдар шақырғың келетін болса, мына жерде мына кнопканың үстінен тағы да басасың. Мына жерде дашборд дегеннің үстінен басасың. Төмен қарай түсеміз. Мына жерде Get Link деген кнопканың үстінен басамыз. Бұл сайт реферальный программа бойынша 50% төлейді. Яғни мына сайтқа шақырған достарың мына сайт арқылы биткойнның тиындарын жинайтын болса, мына сайттың администраторы сенің достарыңның тапқан, яғни жинаған биткойн тиындарына байланысты 50% биткойнның тиындарын төлейді. Енді бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыру үшін мына жерден өзіңнің реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың, реферальный ссылкаңды достарыңа немесе тағы да басқа адамдарға таратасың. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы жинаған сатошиларыңды шығарып алу үшін мына жерде withdraw деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайт арқылы жинаған сатошиларыңды минимально 200 сатоши болған кезде FaucetPay-дегі биткойн адресіңе шығарып алуыңа болады. Сосын айтпақшы, егерде сен FaucetPay деген крипто кошелек туралы білмейтін болсаң, FaucetPay-де крипто кошелегің жоқ болса, мен FaucetPay деген крипто кошелек туралы видео түсірдім. Егерде ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын боламын. Егерде қызық болса, қарап шықсаң болады. Бұл сайтқа қалай тіркелетініңді, бұл сайт арқылы биткойнның тиындарын қалай жинайтыныңды, жинаған биткойн тиындарыңды қалай шығаратыныңды түсіндің деп ойлаймын. Егерде түсінбей қалған жерлерің болса, осы видеоның комментарийына жазуыңа болады, кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысамын. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерден достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.